Қайырлы күн оқушылар. Бізге берілген есептің шарты бойынша 3 таңбалы сан, яғни А, В, С саны мына шартты қанағаттандыруы тиіс. Біздегі берілген шарт ол 100А қосылған 10Б қосылған С тең 11 көбейтілген жақшаның ішінде А қосылған В қосылған С. Яғни бізде есептің шарты бойынша 89А тең 10С қосылған В өрнегіне алып келеді. Яғни 89 бұл жерде бізде 10 жағындағы сан 2 таңбалы сан тұр. Яғни СВ бізде 2 таңбалы. Олай болса 89А саны да бізде 2 таңбалы болуы тиіс. Сондықтан бізде осы шарт бойынша А 1-ге тең, В 9-ға тең және С 8-ге тең деп алатын болсақ, жауап біздегі 198 болады екен.